Саламатсызбы достар. Адвокат Таир Насханов сізбен бірге, және бүгін біз бизнестің дұрыс таңдалмаған ұйымдық құқықтық нысаны және оның салдары қандай болуы мүмкін туралы айтатын боламыз. Менің YouTube каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз. Сонымен, дұрыс таңдалмаған ұйымдық құқықтық нысан. Заңда бизнестің түрлі нысандары қарастырылған. Бұл шаруашылық серіктестер, акционерлік қоғамдар, қоғамдық бірлестіктер, филиалдар мен өкілдіктер. Заңды тұлғаның ұйымдық құқықтық нысанын дұрыс таңдау, оның әрбір қатысушысының құқықтары мен міндеттерін нақты анықтау, заңды мемлекеттік тіркеу серіктестіктің одан әрі табысты жұмыс істеуінің негізі болып табылады. Бизнесті жүргізудің ең ыңғайлы түрі жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Серіктестік дербес заңды тұлға болып табылады. Оның құрылтайшыларының жауапкершілігі олардың жарлық капиталға салымдарымен шектеледі. Қатысушылар оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және салымдардың құны шегінде шығындар тәуекелін көтереді. Серіктестік мүшелері өз үлестеріне билік етуге құқылы. Бірақ үлесті біреуге сатпас бұрын, олар оны басқа қатысушыларға ұсынуға міндетті. Оның қарапайым басқару құрылымы бар. Бұл қатысушыларының жалпы жиналысы және атқарушы орган. Сондай-ақ қадағалау және бақылау органдары болуы мүмкін. Жалпы жиналыс жоғары басқару органы болып табылады. Дауыс беру кезінде әрбір қатысушысының жарғылық капиталдағы өз үлесіне сәйкес дауыс саны болады. Ағымдағы басшылықты атқарушы орган жүзеге асырады. Оның жауапкершілігі мен өкілеттігі жарғыда және компания саясатында көрсетіледі. Сондай-ақ, жеке кәсіпкерлік өте кең таралған. Бұл қандастардың таза кіріс алуға бағытталған, азаматтардың дербес қызметі, жеке тұлғалардың өздерінің меншігіне негізделген және жеке тұлғалар атынан, олардың тәуекел етумен және мүліктік жауапкершілігі мен жүзеге асырылатын дербес бастамашыл қызметі дара кәсіпкерлік болып табылады. Егер сізге бизнестің дұрыс түрін таңдауға көмектесу қажет болса, Насханов және серіктестер адвокаттық кеңсесіне хабарласыңыз. Бұл сіздің уақытыңызды үнемдейді және қателіктерден қорғайды. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Лайк басыңыз, жазылыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз.